Егер де адамға қандайда бір өлім қаупі болып қалса, ол білесіздер, табиғи қатты қорқуға түседі. Яғни заманауи тілмен айтқанда стресс жағдайына алып келеді. Қорқу стресстің бір жүда бір жоғары көрсеткіштегі бір түрі болып, инсанның организмінде тез өзгерістерге алып келуі мүмкін. Мысалы, адам қаттыға қорқып кетсе, яғни айтқанда өлім қаупі болып, инсан қатты қорқуға түскен уақытында, оның организмінде төмендегі жағдайлар жүз береді. Қан басымы 250-ге 150 көрсеткішті береді. Пульс 200, қант мұқтары 50, холестерин 10, зоптың ісініп кетуі, тез дем алу, көз қараштың кеңеюі оқсаған жағдайлар жүз береді. Хош, бұл жағдайлар артынан және қандай уақиғалар жүз береді. Ми органдарымызға бұйрық береді. Бүйректер кортизол, адреналин істеп шығаруды бастайды. Яғни инсан үшін өзін қорқылауға, қашуға, сол уақиғадан, стресстен құтылуға көп энергия керек болады. Соның үшін адреналин, кортизол істеп шығаруды бастайды. Асқазан асты безі инсулин істеп шығаруды тоқтатып, оның орнына қант, глюкоза істеп шығаруды бастайды. Яғни айтқанда организмге аз энергия керек, қашып құтылу керек, өзін қорғау керек. Ми тұқымлық істеп шығарушы бездерге бұйрық береді. Қазір көбеюдің уақыты емес, қазір жан сақтаудың уақыты деген. Соның үшін тұқымлық істеп шығару процесін тоқтатады. Ішектілер сіңіру процесін тоқтатады. Яғни қазір ауқат сіңірудің уақыты емес, жан сақлаудың уақыты мазмұнында. Қалқансыман без дейді, зобымыз демек көбірек гормон істеп шығаруды бастайды. Өкпелер кеңейеді, себебі инсан қашып құтылу үшін оған көп кислород керек болады. Соның үшін өкпелер кеңеюді бастайды. Қуық. Ми қуыққа бұйрық береді артықша шығындыларды шығарып тастауға. Ми қуыққа бұйрық береді тезірек босанып артықша денедегі нәрселерді шығарып тастау керек. Егер осындай қорқу жағдайды жүз берген уақытында сізді медициналық көріктен өткізілсе, сізге қандай диагнозларды қойған болатын еді? Жоғарыда көрсеткіштерге қарайтын болсақ, врачлар сіздерге гипертоник, жүрек кеселігі, зоб, диабет, гинекологик, гастрологик, урологик, онан да басқа анықталған бірнеше кеселдіктерді сізге диагноз етіп қою мүмкін. Себебі бұл көрсеткіштер, сіздің денеңіздегі көрсеткіштер сондай нәтижелерді беріп тұрды. Бұның бәршесінің себебі қорқу. Қорқу бұл стресстің түрі. Енді сауалу процесі қандай болады? Кейбір инсанлар стрессті тез өткеріп жібереді де, тез ұмытады, нәтижеде тез оның организмі нормал жағдайға түседі. Айрым инсанлар сол стрессті, қорқуды жылдар давамында өзімен алып жүреді, нәтижеде жоғары көрсеткіштер жылдар давамында онда көрсетіп тұра береді. Соның себебінен айрым кеселдіктерге, инсан организміндегі кеселдіктерге себеп болады деп айтамыз. Барша кеселдіктердің себебі стресс дегеніміздің мазмұны сол. Стресс бұл біздің психикамызда жүз береді. Психика миде болғаны үшін ми органдарға бұйрық береді. Нәтижеде органда көрсеткіштер өзгереді. Бұл нормал жағдай болмағанлығы үшін сізге сондай ауру диагностикалары қойылады. Хақиқаттан сізді кеселдікті келтіріп шығарады. Кеселдікте демек себепші болып атқан жағдай, бұл жағдайда демек сол стресс, қорқу нәтижесінде сізде кеселдіктердің белгілері анықталуы мүмкін. Айрым бұқараларымыз психологик кеселдер менен физикалық кеселдіктердің парқына бара бермейді. Психологлар сіздің денеңізді емлемейді. Сіздің денеңізді емлейтін қанегелер бар, врачлар бар, медицина бар. Сіздің кеселдіктеріңізбен үстінде шұғылданады. Олар сол бойынша ілімге ие. Олар сізді давалайды, денеңізді түзетеді. Психологлар, ямаса психосоматика ілімі сізге қашан жәрдем береді? Сол кеселдікке елі жолықпасыңыздан алдын сізге рухи жәрдем береді. Егер сіз сондай бір кеселдікке шалынған болсаңыз, сол кеселдікті давалау процесінде сізге психологик жәрдем береді. Яғни айтқанда сіздің психологияңыз кеселдікпен күресуге таяр болмаса, сіздің денеңізде ешқандай өзгеріс болмайды. Нәтижелі
бір жұмақты шығара алмаслығыңыз мүмкін. Яғни айтқан денеңіз тезірек сау алмайды. Инсан психологик өзін тәуір етуге, саламат болуға таяр болған уақытында физикалық денесі оған бойсынады, денесі тезірек сағлам болуға, саламат болуға харекет етеді. Яғни айтқан дене тезірек тікленеді. Демек, har қандай кеселік бұл инсанның психикасы менен, психологиясымен байланысты. Психосоматика ілімі демек сізге кеселікке шекенгі дәуірде жәрдем береді. Кесел болған болсаңыз, кеселікті емлеу процесінде сізге рухи жәрдем береді. Осы нәрсені жақсылап түсініп алу керек. Сіздің рухиятыңызды емлейді. Har қандай психолог, har қандай психосоматик алымлар демек сізге рухи жәрдем береді. Сіздің денеңізді емлемейді. Хош, өзімізге келетін болсақ, біз сол жоғарғы алдыңғы контентлерімізді біз айтып өттік. Біз бірнеше кітапларды оқып үйреніп жатырмыз. Сол оқып үйреніп жатқан кітапларымыздың бірі психосоматика һәм денсаулық деп аталатын профессор Хаммердің ilmiy істері хақындағы кітап. Осы кітапта жазылған мағлұматтарды сіздерге жеткеріп беруге харекет етіп жатырмыз. Ондан тысқары, осы қазіргі заманда, бүгінгі күнлерде бір жоғары сатуда болып атырған белгілі кітаплар хақында шолуды жолға қойғанбыз. Сол кітаплардың ішінде оқыған, білген нәрселеріміз сіздермен бөлісіп барамыз. Бізден ұзақласпаңыз, сау саламат болыңыз.